Сәлем бердік. Бүгін бәріміз бірге шиеден өзіміздің қолымыздан шыққан, яғни натуральный компот дайындайық. Осы рецепт бойынша компот жасап жүргеніме бірнеше жылдың жүзі болды. Мен үшін ең сәтті рецепт. Ең алдымен шиені жуып тазалаймыз. Одан кейін орамалдың немесе кез келген материалдың үстіне кептіруге суын сорғытуға қойып қоямын. Ол мезетте банкаларымызды жуып 1-2 минут орташа қайнап тұрған ыстық судың буында банкаларымыз стерилдену керек. Дайын банкаларымызға мөлшерлеп бір жананмен шие саламын. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша сіздерге қалай көбірек ұнайды. Бізге көбірек согы болған ұнайды, сол үшін аса көп шие салмаймын. Банкаларымызға шие толтырып жатқан сәтте ыстық суымыз қайнап, крышкаларымызда стерилденіп тұру керек. 2 литрлік банкаға орташа мөлшерлі кесемен 1 кесе қант саламын. Аз-аздан қайнап тұрған ыстық суды банкаға толтырып құямын. Менің каналымда ыстық тамақтардың дапанжы, қазы мен нан, қуырдақ, көптеген тәтті десерт торттардың рецепттері бар. Қарап көріңіздер. Ұнап жатса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Отандық қазақ каналдарын қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Бетіне қақпақтарын жауып, банкаларды жабуды бастаймыз. Өздеріңізге кез келген ұнайтын закрывашканы алып, жаба береміз. Менікі осындай 2-3 рет басылатын закрывашка. Өте оңай, жеңіл қолданғанда. 3-4 рет басып жіберсеңіздер болады. Өздеріңізде сенімді болу үшін 3-4 рет қысамыз да төңкеріп, қақпағынан тексереміз, су ағып жатқан жоқ па екен. Егер су ақса, тағы да 2-3 рет закрывашкамен қысып, окончательно жауып жіберемізді тексеріп, міндетті түрде сол мезетте қантын еріте бастаймыз. Суымыз ыстық кезінде ерімей қалған қант қалмау керек. Сол кезде компотымыз жақсы сақталады. Банкаларымыздың бәрін жауып болған соң төңкеріп қоямыз да көрпешемен немесе кез келген одеял пледпен жауып қойып, шамамен 1 тәуліктей тұру керек. Өз қолымыздан шыққан табиғи, таза, өте дәмді, магазиннің соғына жетпейтін компоттарымыз дайын болды. Кез келген қонағыңызды күтсеңіз болады. Үлкен кішінің бәрі жақсы көретін компотымыз дайын. Түсін айтсаңызшы, қандай мөлдір, қанық, қып-қызыл. Ұнаса сіздерден лайк, тіркелу және сіздердің құпияларыңыз, секреттеріңіз жайлы комментарийге жазып қалдырыңыздар.